Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Қазақтың салт-дәстүрі жарысқазан жайлы не білесіз? Қазақтың салт-дәстүрі сәбидің дүние есігін қағуынан-ақ басталады. Соның ең алғашқысы жарысқазан. Ол келіннің ай-күні жетіп, толғағы ұстаған кезде жасалады. Жарысқазан туралы Жетісу қазақтарының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары атты мақалада бұл қуанышты хабарды күтетін өте қызықты наным болып табылады. Жарысқазанды егде әйелдер мен күйеуі жағынан жақын туыстар жиналып, босанушы әйелдің үйінде өткізетін болған. Қазанға ет салып, оны бала дүниеге келгеннен бұрын пісіруге тырысқан. Әдетте бұндай жағдайда қара қазан тез пісе ме, қара қатын тез босана ма дейтін болған. Наным бойынша сәби бұл жарысқа қатысып, тезірек жарыққа шығуға тырысады. Бала дүниеге келгеннен кейін аталған ғұрыпқа қатысушылар міндетті түрде піскен еттен дәм татуға тиіс. Қазіргі күнде бұл ритуал баланың дүниеге келуімен байланысты әдет-ғұрыптар қатарынан жоғалып кетуі. Сірә босанушы әйелдің бұл уақытта перзентханада жатуымен байланысты болса керек деп қорытындылап отыр. Сондай-ақ бала тез туылуы үшін ұршықты сабынан шығарып алып, тесігінен өрлеу сенімі де бар. Осылайша сәби дүниеге келген соң жеңгелері қуанышпен құттықтап, дастархан басында әзіл-қалжың айта отырып, дүние есігін жаңа ашқан сәбиге баталарын береді. Қуаныш соның шілдеханаға айналады.